Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, эфирде сырласу және мен Әйгерім Сейфолла. Сырласудың бүгінгі қонағы жас актер, тек қана қазақ тілінде сөйлейтін және сұхбат беретін Асылхан Төлепов. Асылхан, студиямызға қош келдің. Рахмет. Сені қазір менің әріптестерім көбі тек қана қазақ тілінде сөйлейді, тек қана қазақ тілінде сұхбат береді дейді, ал орыс тілде бақ өкілдері қаншалықты бұған түсіністікпен қарайды? Ренжігендері болды ма? Басында фильм тұсаукесері болғанда өтінгендер бар, орысша берші деп бізге. Бірақ енді сұхбатты орысша беруге енді кішкене күшіміз жетеді. Бұлай таза асып-тасып орысша, бұлай таза сөйлемесек те. Бірақ неше дегенмен қазақ тілінен еркін сөйлейміз, кішкене жеткізу оңай болады. Ол қиналып орысша сөйлеп тұрғанша қазақша берген дұрыс. Бірақ ренжігендер болды, өтініш жасағандар болды. Кейін үйреніп қалды. Қасына аудармашылармен келетін болды. Маған орысша қояды, мен түсініп отырам. Бірақ ана аударып берген күтіп отырам қазақша. Сөйтіп енді бір жағынан қырсық деп айтқандар да болды. Мүмкін ол біреуге ұнамайды, біреуге ұнайды, бірақ жаман қасиет шығар. Бірақ өзіме ұнайды солай. Енді сен айтыпсың, «Жау жүрек мың бала» фильмінен соң біраз армандарым жүзеге асты деп. Көп жаңа өнер адамдары, актерлар, әншілер бір сұхбат болады ғой, енді танымал болғаннан кейін сұхбат беретін бар. Көбісі айтады, біз танымал болуды армандаған жоқпыз. Біз тек сол өнерге бір үлесімізді қоссақ деп. Енді ол шынымен солай армандайтындар бар. Атақты болғымыз келмейді, өнер үлесімізді қосқым келеді. Менде екеуі де болды. Атақты болғым да келді, және өнерге үлесімді қосқым келді. Енді өнерге аса үлкен үлесімді қоспасам да, танып жатқанда өзім қатты бір көңілім жібіп қалады. Адамдар келіп суретке түсіп жатқанда, колледжде оқып жүргенде досыммен армандайтын, Таймас Нұрен сомдаған Аян Өтепберген. Екеуміз бірге оқыдық, айтатынбыз, осындай бір фильмге түссек деп, қиялдап, армандап жүретінбіз. Арманымыз жүзеге асты, одан кейінгі армандарымыз да сол кезде айтатынбыз. Мына Голливудтың актерлары сияқты, немесе біздің Асанәлі ағаларымызға ұсыныстар көп түседі ғой, мына фильмге келсе, сол сияқты бізге де ұсыныстар түссе екен, анаған баратын. Бірақ түсті, кейін «Мың бала» фильмінен кейін үлкен ағалармен ақылдасып отырып, қайсыған бару керек, қайсыған бармау керек, соны шештік. Ал жалпы ең біріншісі сценарийға қараған дұрыс. Мен сценарийға көп көңіл бөлем, және өзім Нұржұман аға бар ғой, Нұржұман Ықтымбаевпен, Сатыбалдин Нарымбетов, өзіміздің Ермек Аманшаевпен ақылдасам, ол кісілермен кеңесіп отырам. Өйткені мен өзім әлі жаспын. Әлі мен бірнеше түсінбейтін заттарым көп. Бекзат фильмінде сен басты рөлді сомдайды деп өткен жылы хабарланды. Ол түсірілім жұмыстары осы сәуірден басталады деді, биылғы жылдың. Басталды ма? Жоқ, әлі басталған жоқ. Біз Астанада әлі жұмыстармен жүрміз. Осы мамыр айының соңына қарай жоспарлап қойдық. Бұл үлкен рөл, үлкен рөл. Бекзат халық қаһарманы, жарқ еткен жұлдыз, спорт саңлағы. Оны сомдауға сен жүрексің бейсің бе? Енді басында болды. Бірақ неше дегенмен қиындықты жеңе білу керек. Ол армандаған, мысалы, мен ондай бақ күнде келе бермейді, тұлғаның рөлін сомдау. Сол себептен мен ойланбастан келісім бердім. Басында кішкене бірден асығыс келісім беріп қойғаннан ойлап жүрдім, мен асығыс істеген жоқпын ба деп. Бірақ тағы да жаңағы Нұржұман ағалармен келістім, кісілермен ақылдасып отқанда мені қолдады, екі қолын көтеріп тұрып. Бірақ ол фильмді бұйырса қазір күрделі жұмыс жүріп жатыр. Біз «Мың бала» фильмде жарты жыл дайындық жүргізгенбіз. Ал қазір сол фильмнің күнде боксқа барам, дайындалып 3 сағаттан көңіл бөлеміз. Енді Құдай қаласа ата-анасының үйіне тұруға барам. Таныспайтын, таныстық, көрісіп тұрамыз, бірақ енді сонда тұрып біраз уақыт сөйтіп бастаймыз. Сен ата-анаң қызғанбай ма? Өз ата-анаң? Өз ата-анам енді жастар ғой. Енді қызғанбайды ғой. Неше деген мамандығым қолдайды, бірақ сағынады. Алысқа кетіп қалсам, 2-3 күн кетіп қалсам да сағынады. Ал Бекзат ағаның ата-анасымен танысқанда кішкене бізді бірден бауырларына басып, мен өзім кішкене андай жүрекке тез аламшы, бірдеңе айтса, жүрегіме тез қабылдаймын. Біреулер жаңағы бір комментарийлер жазады ғой, сол кезде де бір жүрегіме қатты тиіп кететін болады. Көңіл бөлмеймін десем де, ол оқып қойғаннан кейін көңілге тиеді. Бәрі ойланасың, иә. Ата-анасымен танысқанда бірден бауыр басып, мен кішкене өзім көңілім босап қалды. Әңгімелесіп отырдым. Бірақ сол кісілер әңгіме айтып отқанда Бекзат аға жайлы фотоальбом бар. Әңгімен айтып отты, тыңдап оттым, бірақ мынандай фотоальбом бар, ішінде бірнеше бет 185 па, соны оқып шықтым. Өзім білмедім, қалай бітіп қалған, қалай оқып шыққан, бірақ қызығып кеттім. Енді бұйырса қолымыздан келгенше Алла қолдап, түсірілім бастасақ, мен де тырысам. Енді сен спорттан қара жаяу емессің, таэквондодан қара белбеуің бар екенін білеміз. 2006-2017 жылдары Қазақстандағы жасөспірімдер арасында чемпион болыпсың.
Корея еліне де барып жүлделі орынмен қайтыпсың. Енді бокс саған қаншалықты қазір оңайлықпен келіп жатыр? Игере аласың ба боксты? Таэквондо аяқпен болса, бокс қолмен ғой. Бізде қол мүлдем қолданбайтын. Бірақ таэквондо аяқты қатты ашу керек. Ал бокста кішкене жинақы жүріп, еркін жұмыс жасау керек. Басында жаңағы груш ұрып атқанда, жаңағы жаттықтырушы айқайлайды: Асылханым, аяғыңды жап, ашылып кете береді. Бір аптадай барғанда қолдар әлі кетіп қалды жаңағы. Гир көтергізеді, ана ұрғызады. Бірақ бір апта кішкене қиналдық, шыны керек. Ол барлық адам қиналады. Бірақ қиындыққа бой бермедік. Жеңуге тырыстық. Әлде де барып жүрміз, әлде де шыңдалу керек, әлде де өзіміз шыңдау керек. Ол енді әлемдік, тек қана Қазақстанның аясында көрсетілетін фильм болмайтын шығар, е? Солай жоспарлап отырмыз, әлемдік деңгейге шығуға. Қай тілде болады? Қазақ тілінде. Енді ол кездерде орысша сөйлеген жаттықтырушылары орыстар болды. Немесе араласып түсіруде мүмкін, бірақ көп пайыз сол фильмнің қазақша түсіріледі. Ағылшын тілін меңгердің бе? Ағылшын тілін енді шыны керек. Айттың қалды ма? Иә, мен айтқам, сөз бергем, үйренем деп. Бірақ қай уақытта екен айтқан жоқпын, әлі меңгеріп келе жатырмын. Енді бір алдында жақсы бастап келе жатыр едім, бізді жаңағы кино апталығы деп басқа қалаға жіберді. Ол жаңағы артта қалып қояды, есіме шығып кетеді. Кейде бір жалқаулық басып қалады. Оны шыны керек, мойындау керек, барлығымыз бір еліншектік жалқаулық болып қалады. Енді қолға алам, міндетті түрде қолға алып, сол ағылшын тілін үйреніп, қазақ тілі мен ағылшын тілін білсем, мен әлемдік аренаға шыққым келеді. Қазақ киносын көтергім келеді, дамытқым келеді. Тек мен ғана емес, армандайтындар көп, бірақ мен алдыға қойған мақсатым. Голливудтың қай жұлдызымен қатар жүргің келеді? Киану Ривз, Джет Ли, өзім стильдерін жақсы көрем. Ал енді Джонни Депп сияқты актерлар көп ұнайды. Фильмдерін көп қараймын. Енді кезінде «Один дома» фильм болғанда, соны жақсы көретім. Енді кейіннен кейін өзгеріс болып кетті. Бірақ қазақтың актерларын көп қолдаймын, көп жақсы көрем. Үлгі тұтатын актерларын көп. Кімдер? Мысалы, біз «Мың бала» фильмінде мен ағам түсті, туған ағам, Артур Төлепов. Біз ағайындымыз, екеміз ағайынды Досхан аға мен Нереге Жолжақсыновтар сияқты болғымыз келеді, сол кісілер сияқты дәрежеде болғымыз келеді. Сол кісілерден үлгі тұтам. Енді Ерік аға мен әкемді ойнады. Оған дейін де бір қысқа метражды бір фильмде мен әкемді ойнаған болатын. Асан Әлі ағалар және аға буындылардан сол Асан Әлі аға, Нұржұман ағаларымыз болса, кейінгі орта буындылардан маған өзім Берік аға мен Нұрлан Әлімжан, Азамат Сатыбалды ағаларым ұнайды. Сол кісілерді көрем. Жаңа айтып жатырсың, Ерік Жолжақсынов пен Досхан Жолжақсыновтай болғымыз келеді деп. Сен білесің, олардың өте сан қырлы екенін, е? Қолдарынан біраз нәрсе келеді. Біраз зат келеді, иә. Сенің қолынан не келеді? Менің қолымнан 8 қырлы деп айта аламыз ба? 8 қырлы деп айтуға болады шығар. Өйткені мен домбырада ойнайтын қасиетім бар. Бірақ енді кереметтей консерваторияда оқитын күйшілер, олар сияқты емес, енді ойнаймын. Әу демейтін қазақ жоқ. Ән айтасың? Әнді айтам. Суперстарға қатысыпсың кезінде, мектептегі. Мектеп кезінде қатысқан болатын, иә. Ол кезде бірақ мен жеңе алмадым, өйткені жаңа таэквондодан жарыс болып екеуі бір күнде келіп қалып, жарысқа кетіп қалдым да, ол жарыстан екінші орын алып келіп, суперстарға үлгерем деп келсем, ол жақтан да екінші орын алып қалған болатын. Енді спортпен шұғылданам. Енді ол кісілер сияқты болғым келеді, сол кісілер сияқты 8 қырлы, бір сырлы болғым келеді. Оған әлі жаспыз, әлі бізге көп еңбек ету керек. Енді бір істі тыңдырдық деп мен әлі айта алмаймын. Тыңдырдық деп біраз бір кейін, бір 40 жылдан кейін айтатын шығармыз. Міне, осындай іс тыңдырдық деп әлі бізге қазір. Оның бәрі қиялда, тек еңбек. Саған көп менің әріптестерім сауал қояды, осы Сартайдай, жаңа кинодағыдай Сартайдың ерлігін мысалы жасадың ғой, қандай образын сомдап шықтың, батырдың. Осындай образды өмірде сомдай алар ма едің? Ел басына күн туса сен не істер едің, неге дайын ер едің деп сұрайды. Елім үшін тұрып берер едім. Сен айтасың, иә. Осы сөзің шынымен де жүректен шыға ма сенің? Жүректен шығады. Енді мен айттым ба, оған тырысам істеуге. Енді Құдай сақтасын, ондай күн тумай-ақ қойсын. Бірақ туған жағдайда Сартай батырдай мен елім үшін, Бекзат ағамыздай елім көк туын көкте желбіретуге дайынмын. Ол қай қырынан болса да, енді мен барынша осы өнер жағынан соған ат салысып жүрмін. Кезінде таэквондоға қатысып жүргенде де айтатын, мен істеймін, мен осыны жеңем, бірақ жеңетінмін. Сіз ол кезде актер болатынды білдің бе? Ол кезде актер армандадым, бірақ өнер академиясына түсем деп ойлаған жоқпын.
Кездейсоқ па бәрі? Мен біздің ұстазымыз болды, сол кезде көркем сөз өнерінен беретін Гүлшара Есетқызы деген апайымыз. Сол кісі спорт мектебіне кетем деп жүрген бағыттан мені осы өнер жолын алып келді, еш өкінбеймін. Ол жақта кілең профессорлар өте мықты мұғалімдердің қолына тапсырып, шеберханаларына түсіп, сол жерден білім алып дәріс алып шықтым. Әлі де жалғастырудамын оқуымды. Артур екеуіне бағыт берген бір адам ба әлде? Сол Гүлшара Есетқызы. Екеуміздің апайымыз бір. Жау жүрек мың балада көзге түстің. Бірден жарқ ете қалған есім болды, не? Осы танымалдылық, саған енді қазір жақсы жұмыс жасап жатыр ғой. Жақсы ұсыныстар, мысалы, фильмнен басқа. Оқудамын әлі. Студентпін, 2-ші курс оқимын. Бізде сабақ 8:30-нан таңғы кешке 9-ға дейін болады. Сол себептен былай тележүргізуші қылып шақырғанның кезінде болды, жаңағы арналарға. Енді өкінішке орай бас тарттым. Сол фильмнен басқа әзірге ешқайда түскім келмейді. Өйткені тек фильммен әзірге жүре бергім келеді. Кейін уақыты келгенде мүмкін барар шығармын, ал қазір ойымда жоқ. Белгілі актер Нұрлан Әлімжан осы студияға сырласуға келген кезде айтқан болады: менің әр күнім, әр ай уақытым алдын ала жоспарланады деп. Сенің графигің қаншалықты, сенің жұмыс кестең қаншалықты қиын, күрделі? Аса олай күрделі емес. Алдын ала мен жоспарламаймын. Өйткені маған ондай ұсыныстар түспейді. Енді ол кісілер кішкене өнерге еңбектері сіңді ғой, бірнеше фильмге түсіп, менде әлі бірақ фильм осы ана. Сол бір фильммен енді Аллаға шүкір жүрміз, анда шақырады, бері шақырады. Бір көбінесе мені шақыратын жер сол кездесулерге, мектепте жиі кездесулерге көп шақыртулар түседі. 2-3 күн деп қана жоспарлаймын. Осы 3 күннен кейін осында барам, 2 күннен кейін осында деп. Енді Асылхан деме, Сартай деме, саған көпшілік не дейді? Асылхан дейді. Көбісі Асылхан дейді. Бірақ кейде Асылхан деп атымды шатыстырып алатындар біліп тұрады да, Сартай деп айта салады жаңағы. Сартай дейді, немесе кездері болады, ой, жау жүрек дейді, мың бала деп қалатын кездері де болды. Енді бар ғой, бір рөлді ойнаған, сомдаған актерлар сол рөлден көп уақыт бойы шыға алмай жүреді. Сондай бір образ қалыптасып қалады да сол адам бойында. Сен қорықпайсың ба, ертең қанша фильм сомдасам да сол жау жүрек мың баладағы Сартайдың рөлі қалады? Соның табы қалады. Актердің шеберлігіне байланысты болады. Ал бірақ менің шеберлігім мынандай деп мен өзім жоғары бағалай алмаймын. Ұстаздарың қалай бағалайды сені? Ұстаздарым, олар жоғары баға қояды. Ал бірақ мен өзім көңілім толмайды. Мысалы, өзімді бір сұхбат берем ба, бір эфир көп аса көре бермеймін. Тек ата-анам айтып қойым, олар көреді, мен шығып кетем, немесе басқа бөлмеде отырам. Қайта көріп өзінің қателіктерін. Ондай кездер болады. Бірақ жалғыз өзім көрем ол қателікті. Өзім қарап отырам да көрем, жаңағы ғаламторда болса ғаламтордан іздеп. Ал бізде оқып жүрміз әлі, студент болыппыз. Ол жақтарда неше түрлі спектакльдер болады, рөлдер береді, сол жақтардан кішкене шыңдаймыз. Сол себептен біз оқып жатырмыз, сахна сол үшін актерға керек. Әзірге мен бірақ театрда жұмыс істемеймін. Сол себептен мен ондай үнемі 5-ті аласың ба сабақты? 5 алатынмын. Фильмнен кейін араса көңіл бөлмей кеттім. Фильмге дейін 5-ке оқып жүрдім. Шәкіртақы алып тұрам, иә. Енді қазір 4-пен 5, 3 жоқ бірақ. Шын айтқаным, 3 жоқ. Мектеп кезінде болды. Кезінде 1-ші курста болды, содан кейін жақсы болды. Енді ол әдейіге біз оқымаймыз емес, оқимыз, тырысамыз. Мектепте сабақ үлгерімі нашар болыпты, е? Ол болды, нашар болды. Ұстаздарына деген өкпен қара қазанда екен. Бар. Енді сен айтыпсың, Сартай мен Асылханның ұқсастығы, ол екеуі де кекшіл емес, және екеуі де махаббатқа берік депсің. Егер сен кекшіл болмасаң, сол кездегі, сол мектептегі мұғалімдеріне деген өкпең бүгінде сейлетіндей басылатындай болды ғой? Болды ғой, мен барып қайттым. Мектепке барып, ұстаздарым құттықтап, өзім ұстаздарым сол кезде тарихтан беретін апайымның, Зекен деген апай, 60 жасқа толды. Ол кісілерді құттықтап қайттым. Бірақ мен ішімде ештеңе қалған жоқ, иә. Бірақ бір сәт болған, осы мектеп бітіргеннен кейін неге мен жақтыртпайтын білмейтін көп ұстаздар. Ағамды жақсы көреді, бірақ ағамды қызғанбаймын, оған жақсы көрсе жақсы, бірақ ағам арқылы бірнеше сабақты жөндеп болатын. Артур арқылы. Сен сотқар болған шығарсың? Жоқ, одан емес, мен сабаққа көп көңіл бөлмейтін, өйткені біз жаңа спортпен шұғылдандым ғой, жарыстарға кетіп қаламыз. Ал жарысқа бір жерге бару үшін 10 күн қаланың шет жағында дайындалу керекпіз сыртта. Ол спортқа көңіл бөлдім, мен ол кезде сабағым нашар болып жүрген түсіндім да, өзіме бір мақсат қойдым.
не сабағым дұрыс болсын, не спорттан бір нәтиже шығарайын деп. Немесе спорт тастап сабаққа көңіл бөлейін деп. Сол бір жағынан нәтиже шығарғым келді. Мектепте жүргенде сол сабаққа көңіл бөлмегеннен мұғалімдер жақтырмаған шығар. Бірақ кейін фильм шыққаннан кейін фильм шықпай тұрып бір рет мектепке барғанда жаңағы выпускной бал болады ғой, мен кіргізбей қойған болатын. Неге білмедім, кіргізбей қойды. Содан кейін кішкене ренжіп қалған болатын. Соны айтып отырсыз ғой. Бірақ кейін мұғалімдермен ренжіткен мұғалімдер болды. 5-ші класста сол мұғалімдерден кешірім сұрап, мен барып қайттым. Апайлар көріп отырса өздері түсінеді, шындығымды айтып отқан білер. Барып гүліммен. Қазір біздің Асылхан деп мақтанатын шығар, иә? Біздің Асылхан деп мақтанады. Енді еркелікпен өтірік ренжігенде болып отыра қалам көздерінше. Бірақ кейін өзім түсінем, дұрыс емес екен барам. Ал махаббатқа беріктігім, ол қазір мен өзімнің. Әлі басым бос па? Басым бос, өйткені кездестірген жоқпын. Бәлкім кездестірсем Сартайдай махаббатым берік болар деп ойлаймын. Бірақ бұған дейін кездеспедім деп айтпаймын, кездескен болды мектеп кезінде кішкене. 35 мыңға жуық хат алыпсың осы «Жау жүрек мың бала» фильмінен соң. Бір айдың ішінде сол ғаламторға хаттар келді. Ал одан соң хаттар сая бастады ма, әлде саны одан сайын арта түсті? Енді ол кезде басқаша болды. Өйткені ол кезде күнде кинотеатрдан келе салып, жаңағы өздері айтады, біз кинотеатрдан келе салып сізді іздеп жаздық деп. Қазірде жазатындар бар, күнде жазып отырады. Көбіне қыздар ма? Қыздар жазады, ұлдар да жазады. Енді ұлдар не деп жазады? Олар рахмет осындай фильмге деп жазатындар бар. Кейбіреулері бауырым, саған тек сәттілік тілейміз деп. Ол көрермендерді мен ренжітпеуге тырысам, барлығына хатқа жауаптарын қайтарып отырамын. Бекзаттың фильмде Аянда Ермахан Ибраевтың рөлін сомдайды деп естідім. Екеулерінде енді мықты боксшыларымыздың рөлін сомдамақсыңдар. Сендер режиссерларға осындай талап қоясыңдар ма? Мен түссем, Аян да түсу керек, Аян түссе, Асылхан да түсу керек. Бүйтіп талап қоймаймыз. Әлде солай болады ма? Кастингке барғанда, енді сізде кастингте жалғасады ма, тағда мен досымды алып келейін деп едім деген сияқты айтамыз. Мен мың бала фильмде солай болды бізде. Ахан ағаға айтып тұрмын, ал Аянды бекітіп қойған екен. Аян маған айтпай жүрді, өйткені маған жаңағы сюрприз қылғысы келген шығар мен осындай фильмге. Өйткені ол сенімсіз болып жүрді, алады ма, алмайды ма, алғанда мен Асылханға айтамын деп жүрді. Сол кезде Артурды әкеліп алдым қасыма, сыртта тұрды, Ахан аға жаңа тексеріп жатыр. Ең бекітетін күні мен қатты ауырып қалдым. Бірақ ауырып қалсам да Ахан аға айттым, Ахан аға, мен досым бар, біз өнер академиясында бірге оқимыз колледжде. Туған ағам бар, мүмкін көресіз, кірсін деді. Досың кім деді? Аян кіріп келе жатқан екеуі көріп, "Ой, біз бұл жігітті бекітіп қойдық қой, қуан доссыңдар ма?" иә деп. Енді осы Бекзат фильмінің режиссерына да солай айтқан болатын, бірақ ол кісінің өзінің ойында да жүрген екен. Кімді Аянды алу. Бірақ сенің бір ауыз сөзін кәдімгідей салмағы бар, иә? Жоқ. Ол режиссердің мен қарсы шықпаймын, егер алмайым десем мен оған ренжімеймін. Айтып көрем, тырысып көрем. Жаймен өйткені мен бірден алыңызшы деп айтпаймын. Кастингке шақырайық деймін. Ол кастингке шақыру, ол фильмге ал деген сөзім емес. Кастингке шақырса, ол егер ұнаса, алады, ұнамаса, өз-өзін дәлелдесе. бұйырмағаны. Солай сөйтіп жаймен астарлап айтып қоямыз. Енді бұл мысалы Аянда Сартайдың рөлі о баста Аянға деп бекітілген, оны келінде орта жолда мысалы саған бұйырды ол рөл. Аян ренжіген жоқ? Жоқ, ренжіген жоқ. Біздің армандағанымыз сол ғой. Біз бір-бірімізді алдыға сүйрелемесек, артқа тартпаймыз. Немесе мен сол кезде Аянға айтып отырдым. Аян қалай болады екен деп ойымда отқанда айттым. Екеумізді Сартайға үміткерсіңдер деп айтқанда кішкене көңіліміз түсті. Өйткені бір жағынан қуандық. Өйткені екеуміз мен түспесем, Аян түседі, Аян түспесе мен түсем. Сол кезде екеуміз жаңа колледждің асханасында әңгімелесіп отырып айттым, егер осындай жағдай болғанда біріміз қолдап тұрамыз ғой, кезінде сөз бердік, енді айтып жүрдік. Сол кезде Ахан аға да шақырып алып, сол біздің ойымызда жүргенде келіп шақырып алып, сендер Асылхан, Аян өтіп кетсе сен ренжімейсің ба? Әлде сен өтіп кетсең Аян ренжімейді ма деп. Бірақ біз деген жоқ, Ахан аға мен алсаңыз да қуанамыз, Аянды алсаңыз да деп айттық. Сол жауабымыз біздің достығымыз ұнаған болу керек сол кісілерге, Ермек Аманжаевқа. Сөйтіп бекітті. Мен ойлаймын, бұл бір жағынан Алланың біздің маңдайымызға жазған бұл бұйырғаны, екіншіден біздің достығымыздың арқасы деп. Енді мәңгілік дос болатын шығарсыңдар, Алла бұйыртса. Иә. Анау болады ғой достардың бір-бірімен мысалы үйленсе қыздары мен ұлдарын айттырып жататын. Сендерде болуы мүмкін, армандамайсыңдар ма? Жоқ, ол менде қыз болса, кейде болады. ұл болса деп. Аян соңғы кезде маған былай айтады, Асылхан кішкене
енді ата-анасы айтатын шығар, немере сүйгіміз келеді деп. Мен ата-анам да айтады, бірақ енді әлі ерте, оқуды бітіріп алайық. Бірақ сырымызды айтамыз. Бірақ енді олай айтпаймыз, менің қызым осындай болу керек, ол біз осындай деп бүйтіп. Екеуміз бір күнде үйленейік, содан кейін сенен ұл туса, менен ондай колледжде болды, бірақ ондай колледжде болды, сөйтіп айтқан. Бірақ енді ол мүмкін бе, мүмкін емес пе белгісіз ғой. Мүмкін аян махаббатын менен кейін табар, мен одан кейін табам ба белгісіз. Бірақ бір күнде болса ол қызық болайын деп тұр. Бүгінгі қазақ киносына көңілің қаншалықты сенің толады? Өйткені сол ортада жүрсің, шет жағасын білесің, соның ас үйін білесің деген сияқты. Бүгінде бізде қазақта бір кино шықса, ой, қай бір түсіреттейсің қазақтар, бірақ барып көре салайық енді деп, сондай ниетпен барады көбі. Әлі қазақ киносының деңгейін бағалай алмаймын. Бағалайтын дәрежеге, бағалайтын өзінің адамдары бар. Әрине. Бірақ неше дегенмен бір-екі сұхбаттарда айтатын адамдар бар, жас балалар, өзіміз сияқты. Өзімде кейде бір-екі рет айтып қалып қате екенін түсіндім, қазақ киносы енді дамып келе жатыр деп. Бірақ ол сөзден кішкене арылу керек сияқты, өйткені дамып келе жатқанда біздің фильмдер өте керемет. Мысалы, біз сол сөзбен енді дамып келе жатыр деп, тек өзіміздің фильммен дамып келе жатқан сияқты ол айтып қоямыз да, бұрынғы сол Шәкен ағалардың түсірген фильмдерін ұмытып кетеміз. Мысалы, Жамбыл фильмі бар, жаңағы Атаманның ақыры, ол кезінде дүркіреп тұрған фильмдер болды. Трансфер экспресс, сол барлығы. Ол деген неше деген ол фильмдерді ұмытпауымыз керек. Біздің Қыз жібек пен Төлеген фильмдері бар. Ол фильмдер өте жоғары деңгейде түсірілген, өте жоғары деңгейдегі актерлар ойнады. Сол себептен сол фильмдер бар, қазір де түсіріліп жатыр. Ол фильмдермен біз ешқашан қазақ киносын төмен түсіре алмаймыз. Ол фильмдер, сол фильмдер арқылы біздікі көтерілді. Ал Жау жүрек мың бала фильмі кейіннен шыққан фильмдер ғой, қазіргі осы заманда. Ол бірақ мен деңгейді жоғары деңгейге дәрежеде көтеріп айта аламын. Мен өзімнің фильммен де мақтан аламын, өйткені бірақ мен өзім ойнаған себептен емес. Өйткені мен кейде бір кездесулерге барғанда, жаңағы кішкентай балалар өзінің мен сартаймын, мен таймас болғым келеді дегендер болып, сол кезде түсіндім. Балаларға кішкене ұнаған болып тұр ғой. Арттарына жаңа садағасы болғандар болды, сон бәрін жебе ұстап алып қолына. Сол фильм көріп, сол балаларға қарап мен өзімді кішкене мақтан алам сол фильммен. Ал қазіргі түсіріліп жатқан, кейінгі түсіріліп жатқан жаңағы жекеменшік фильмдерден ол түсіріле берсін. Бәсеке болмай, ол ештеңе түзелмейді. Бәсеке болса, әр жерде өсу болады. Түсіріле бергенін қалаймыз. Бізге де барлығына актерлар түсуді армандайды, жұмыс болған армандайды. Ал салыстырған кезде қалай қабылдайсың? Бірден бөгет боласың ба? Мысалы, бізде қайтетсе салыстырып шыға келеді. Иә, салыстырғандар көп болды. Көбінесе көшпенді фильммен салыстырды. Ал көшпенді фильмі көбісіне ұнамағанмен, маған ұнады. Мен досым Аянды айтып отыратын ұнады деп. Өйткені керемет түсірілген фильм, тек сол шетелдің актерлар үшін біздікілер дұрыс баға бере алмады. Ал бірақ жаңа қарап отырсаңыз, качествосы фильмнің өте керемет, иә. Бірақ екеуі салыстыратын фильм емес қой. Ғасыр бір болғанымен, ол фильмнің оқиғасын әртүрлі қылып түсірді. Басқа кейіпкерлер. Ол жерде Сартай болмаған, бізде Сартай болды. Ол жерде Таймас жоқ, бізде Таймас болды. Сосын фильмнің жаңа бюджеті де әртүрлі, режиссерлар да әртүрлі. Екеуі де өзінің көрермендері бар ол фильмдерді. Ұзақ сериал ұсынса, сен түсесің? Мен осы фильмнен кейін 7-8 сериалдай ұсыныс келді. Бірақ мен біреуіне де түспедім. Ал қазір былай негізі жоспарында негізі жоқ еді сол телехикаяға түсу. Енді бір жақында бір түсейін деп тұрған сияқты, ол сценарийін енді әлі оқыған жоқпын. Егер ұнаса, мен келісім берем. Ал бірақ мен телехикаяларды қуып кете бергім келмейді түсіп. Ақшаға қызығасың? Ақшаға қызықпаймын. Өйткені біздің ата-ана тәрбиемізде солай. Ақшаны бірінші орынға қоймаңдар деп айтатын. Мен шәкіртақы аламын ба? Оны бірден үйіме апарып тастаймын. Қанша аласың шәкіртақы? Шәкіртақы енді 15 мың ғой. Шәкіртақы 15 мың, бірақ мен соны үйге апарып берем. Бірақ ақшаға көп қызықпаймын. Гонорарыңды неге жасырасың сен? Енді айтады ғой, коммерческий секрет болады деп, құпия деп. Енді оны бәріне жар сала айтпағанда дұрыс сияқты. Мен мынанша алдым, бірақ кейбіреулері көп болса айтады. Көп алдым деп. Ол мақтанышпен айтады. Аз болса құпия деп айтады. Біздікі аз болған жоқ, барлығына жеткілікті болды. Біз студентпіз, оқуымызға төлеуіне жетті, ол кезде платында оқитынбыз ақылы. Сен осы ақылы оқуынды төлеу үшін базарда жұмыс істеген рас па? Енді болды, әкеме көмектескен кездерім, сол банан сатып, енді ол кездер болды.
ол басында бір сұхбатта айтқан болатын, өйткені ол мен айтқым келмеген. Анда бір айтады ғой, айта алмаған ақын емес, жатырқаған жақын емес дейді. Сондықтан бір жатырқағандай болып қаламыз, оны айта алмасақ. Сол себептен мен айттым ол сұхбатты, себебі сол фильм шыққаннан кейін бір сыбыстар пайда болды. Асылхан жаңағы олигархтың баласы, Асылхан чиновниктің баласы. Бізде біреу жарқ ете қалса міндетті. Сол айтқанда мен енді маған емес, ата-анамның жүрегіне қатты тиді, неге айтып жатыр деп. Сосын бір сұхбатқа, сол кезде сұхбат беретін кезде бірнеше журналист келді, солардың барлығын айтып бердім. Ол енді мен айтқан себебім сол болды, сол себептен. Ал бірақ енді адамдар енді, ол жеке басқа, біреу қандай жұмыс істеді, ол біреуге қызық па, қызық емес пе, бірақ ол адам өз бәрін жүрегінде де бірдеңе қалу керек. Сол себеппен айтқан болатын. Енді сіз оның бәрін біліп алыпсыз. Меншігінде не бар? Меншігінде ұялы телефоным бар. Асылхан телефонге тиесілі. Енді немен мақтан алам, ордені мен мақтан алам. Менде сол фильмнен кейін маған мәжіліс депутаты, Ауған соғысының ардагері Бақытбек аға Смағұл, сол кісі маған Бауыржан Момышұлы атындағы үлкен орден берді, марапаттап, кәдімгі салтанатты түрде марапаттады. Сол менің фильмнен кейінгі бір үлкен шыққан бір белестерім, жеңістерім бірі болды. Ал жеке меншігімде сол мен мақтан алам. Ал жаңағындай көлік, өзімнің пәтерім деген жоқ. Көлік, автобус деп айтыпсың, иә? Қоғамдық көлік. Сондай бір сұхбатта қалжыңдап айтқам, өйткені қоймайды. Біреуіне айттым жаңағы, менде жоқ деп. Ол қоймайды, соны қайта қазы болай береді. Жомарт жандар жоқ па, саған бағалы сыйлықтар сыйлап жатқан? Жомарт жандар жоқ емес. Бірақ енді көлік сыйлаған жандар енді білмеймін, ондай болған жоқ енді. Сырласудан кейін міндетті түрде болады деп үміттенейік. Бірақ айта кету керек, болған жоқ емес. Мың бала фильмнен кейін бізге сол Ахан ағаны, досымды, Аянды, Артурды, Исламбек Сәлжанов деген Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті, сол кісі шақырып алып, бізге рахметін айтып, фильмні қалай көргендегі тарихын айтып беріп, ол кісі өзінің ойын айтты да, бізге 1 миллионнан ақша берді басты рөлдеріне. Ол бір керемет бізге сыйлық болды. Бірақ мен өзім еңбектенгім келеді. Біріншіден ең алда менде ата-анама көмектесу, кейіннен бар өзіме жұмыс жасаймын. Ол бұйырса бәрі болады, Алла қаласа. Әрине. Еңбек керек. Асылхан, енді қазір сен студентсің, иә? Қанша жылың қалды оқитын? 2 жылың қалды. Одан кейін оқуыңды әрмен қарай жалғастырасың ба? Бізде көбісі Голливудқа барып жалғастырғылары келетіндерін айтады. Ресейге барып шыңдағылары келеді өздерінің. Сен Қазақстанда қаласың ба, әлде шетелге барып шыңдаласың ба? Шетелге барып шыңдалу мен осы жақта шыңдалудың екеуінде шыны керек білімі бірдей. Бізде олардан жоғары үйретпесе, бізде кем үйретпейді. Бірақ бізде көбінесе сол жаңағы театрға жағына, иә. Ал ол жақта фильмдері көп дамығанмен, театр жағына олар аса көңіл бөлмейді де, ал бізде театрға көп көңіл бөледі. Ал актер театр арқылы шыңдалады. Сол театрдан мықты актерлар шығады. Мен театрда жұмыс істеген жоқпын, бірақ осы оқыған, осы 5 жылдың ішінде оқыған ішінен сол айтып жатырмын жаңа. Оқыған білімнен. Білімнің артығы жоқ. Неше дегенмен магистратура қай жерде оқитын әлі жоспарлаған жоқпын. Егер сәті түсіп Алла бұйыртып жатса оқимын, ол мүмкін өнер академиясы болады, немесе шетел болсын. Шетелге барса қуана-қуана барам, бірақ мен ол жерде қалмайым. Еліме қайтып келіп, ол жақта жұмысым жалғастырамын. Бұны сұрағаным, Асылхан Төлепов сырласуға қонаққа келеді деген кезде, біздің көрермендердің көбі жазды, иә, мынадай сұрақ қойыңызшы, мынаны сұраңызшы деп. Сол кезде бір қыздар Асылханға егер шетелден жақсы бір сұраныс түссе, шақырту алса, кетіп қалмай ма деген қаупін білдіріп жатыр. Қанша айтқанмен жалындап тұрған жас жігіт, түр десе түрі бар, өнер десе өнері бар. Шақыртулар түссе мен барым. Ол жаққа барам, бірақ қалу ойымда жоқ. Мен ол жерге неге үйтіп айтады түсінбеймін, жаңа қалып қоя деген. Ол жерге неге барасы ба, шетелге бір сұхбатында айтқан, барғым келеді дегенде, ой, сен де шықтың ба жаңа шетелге баруды армандап дейді. Мен шетелге бару армандайтын себебім, қазақ киносын сол жақтағы деңгейге көтергіміз келеді, мысалы барлығымыз Голливудқа көтергіміз келеді, неге қазақ баласы жүрмеске дейсің? Иә, ол жаққа барып, тек осы қазақ елін таныту үшін барамыз. Ал қалмайым, осы жақта тұрам, осы жерде оқимын, жұмысымды жалғастырам. Бейжіңде осы жолы, осы сәуірде қазақ киносының апталығы өтті. Сол кезде Жау жүрек мың бала да көрсетілді.
делегацияның құрамында Аян болып келді, Аян барып келді. Сені сұрап па? Жалпы қытайлық көрермен Жаужүрек мың баланы қалай қабылдапты? Ол жағын шыны керек білмеймін, өйткені Аянмен әлі көрісе алмадым. Келді, жаңағы мен Астанаға, Талдықорғанға кетіп қалып көрісе алмадым, бірақ телефоннан асығыс сөйлестік, ұнады деді. Бірақ Аян барған себебі алдында олар оның алдында біз Италияға барып көрсетіп келдік осы мың бала фильмін, Қыз жібек төлегенді, Шал фильмін көрсеттік. Сонда мен Бейжіңде болмағасын, Италияны айтайын, Италияның көрермендері өте керемет қабылдады. Ол біздің 7 фильмді апартып, 7 фильмде керемет бағалады. Зал толы болды, нық толы болды кәдімгідей. Мың бала фильмде өзім отырдым. Біз оны Рим мен Турин қаласында көрсеттік, ал Миланда жаңағы Қыз жібек пен төлегенді көрсеткенде, ол фильмдер легенда жаңағы керемет фильмдер ғой, ол фильмде енді ұнайды. Оған күмәніміз жоқ. Ал мың бала фильм көргенде қасымда қазақтар да болды, бірақ қазақтар ол жақта аз екен. Итальянец өздері болып артынан қарап отырғанда, дей береді жаңағы біреу. Мен қарауға ыңғайсызданып отырмын жаңағы. Сөйтіп қарасам, фильм шыққаннан кейін орнынан қозғала алмай қалды, фильм біткеннен кейін көзіне жас алып. Енді ол жақта субтитрмен болды. Сол кезде барлығы қарап, жаңа сізді таныстырып жатқанда біз түсінбей отырған болатынбыз, бұл кім деп дейді. Мың бала фильм көргеннен кейін сіз шынымен сіз ба дейді жаңа ойнаған. Иә дедім. Жаңа экрандағы дәу жігіт сол осы сіз ба дейді. Мен айтамын, иә мен. Сол кезде айтады, фильмде дәусіз, өмірде кішкентай, оны тек бізде де айтқан болатын. Олар керемет қабыл алды, фильмді көріп, жылағандар көп болды. Ұнады. Енді солай шетелді аралап жүре берсе, біздің кино шетелдік деңгейде де мықты болады. Бұл енді жалғасын табатын шығар, иә? Бұйыртса. Қазақстанда кино етіп түсіруге тұрарлық көп дүние бар. Тарихи оқиға ретінде мысалы Астана жайлы кино түсіруге болады деді. Осы таяуда Алматыда өткен француз кино апталығында француздың актері және режиссері Филипп Лелуш деген азамат. Ол Астана туралы киноның жақсы сценарий болса, кино түсіруге дайын. Сен Астана жайында? Сценаристердің құлағына алтын сырға. Және актерлердің де қызығушылық көп адам танытатын шығар. Енді Астана жайында киноға түскің келмей ме? Астана жайында осындай өзге елдің мамандарынан біздің ел жайында кино түсіргісі келіп, ұсыныс түсіп жатса, қуана-қуана құптайсың ба? Түсем. Бірақ енді біздің қазақ тарихын жақсылап зерттесе, олар түсіре алады. Зерттемей түсіре салса, енді кішкене көңілден шықпай қалуы мүмкін. Егер сол режиссерді енді бұны мен айтпайтын едім, негізі бұны үлкен кісілер айту керек. Енді ол кісілер қолдайтындар бар, қолдамайтындар бар. Көбінесе қолдамай жатады. Неге? Өйткені ол жаңа қазақ несін сезбеу мүмкін деген оймен айтады. Енді маған сол фильмге егер ұсыныс түссе, мен барар едім, неге бармасқа? Сол жаңа режиссердің пікірі бойынша біз өзге елдерге, Ресейге, Америкаға еліктемеуіміз керек. Өйткені бізде нағыз қазақи болмысты көрсететін, қазақи тірлікті көрсететін дүние өте көп дейді. Сол бағытта түсіргісі келеді. Бұндай бірнеше режиссерлар солай айтқан болатын жаңағы. Жоқ, фильм түсірілуде емес, жаңағы қазақтың ешқайда ешкімге ұқсамау керек деп. Осы кинофестиваль Евразия болған, сол кезде жаңағы Троян режиссер келді, Вольфганг Петерсон келді да, біздің фильмді көрді, мың бала фильм көріп, және тағы да басқа қазақ киносы қоржындағы фильмдерді көріп, өте жоғары дәрежеде баға қойды. Ол кісі айтты, қазақтың актерлары мен қыздары мен жігіттері деп фильмдерді көріп, өте әдемі, нағыз киноға арналған деді барлығы. Неге біз оны туралы білмедік, неге сіздер шетке шықпайсыздар деп біздің қазақ фильм басшысына Ермек ағаға айтты. Ондай бірнеше режиссерлар солай келіп айтты. Бірақ енді іс жүзінен енді фильмдер енді түсіріледі шығар, ол кісі де түсірілу. Егер ол кісі бір айтты, қазақ киносының сол актрисасы, актерінің біреуі деді, мен жақында бір фильм түсіреді, сонда басты рөлдің бірін сомдайтын болады деп айтқан болатын. Оны да енді актерлар күтіп жүр, ол кім екенін білмейді, бір адам дегенге. Ол бірақ қыз адам сияқты, ол кісіге ұнаған. Сол айтқан болатын. Көп шетелдің режиссерлар қызығушылық танытып жатады. Енді жаймен сөйтіп шетелге де шығып кетсек, ол нұр үстіне нұр болады. Шетелден біз нені үйренуіміз керек, неден жиренуіміз керек деп ойлайсың? Жиренуіміз керек, жаңағы фильмдерде олар тым ашық көрсетіп тастайды барлығын. Махаббатты көрсетеміз дейді, ашық бәрін көрсете салады. Енді ол жақтарға жақсы ол, ал бізге, біздің мәдениетке ол... Сен сол жаққа бар, шетелге барып, сондай сценаларға түспейсің? Енді мен түспейін деп бір сұхбатымда айттым.
Бірақ енді мен былай да айтқан болатын. Ол фильмдерде енді неше түрлі сахналар болады, неше түрлі болады. Егер ол фильм мысалы бір агент жайлы болса, маған түссе, ол махаббаты болса, ол семейді емес сүйеді ғой. Бірақ ондай болса мен түсер едім жаңағыдай. Өйткені ол жақта мен басты мақсатым ол біреуді сүйіп алу емес, бірақ жаңағы роль қызық болуы мүмкін, сценарий қызық болуы мүмкін. Ал бірақ бәрін ашып тастамаса жақсы ғой, түсер едім. Ашып тастамаса барлығын. Өзгеріп тастап. Содан жиренуіміз керек дейсің ғой? Ал үйренетіндей бізге не керек? Өзімізде бәрін білеміз. Режиссерлар бізде солардыкіндей, бізде техникаларымыз сондай. Үйренетіндей, олар бізден үйренсін, біздің ағаларымыз. Асылхан, сенің сәтсіз қадамың қайсысы? Сәтсіздікке ұшырап көрдің бе? Сәтсіздікке ұшыраған адамдар ғана үлкен белестерді бағындыра алады дейді. Ол психолог мамандардың пікірі, және мен бұл пікірмен келісемін. Өйткені сәтсіздікке өзін ұшыраған кезде міндетті түрде жігерленесің, міндетті түрде өзіңді әйтеуір басқа мен өзімде өмірімде ондай бір сәтсіз қадам болмаса да, мен ата-анам көп қиыншылықты көрді. Ол кісілер бізге соны айтып мақтанбайды, бізге айтып отырады, сондай болды деп. Сабақ болсын деп. Сабақ болсын деп. Бірақ сол кісілердің сол кешкен сол кезде қиындықтарын бізге айтып отқанда біз өзімізде кешкен сияқты болып қаламыз бір сынақ. Мысалы, қандай қиындық кешті? Енді көп қой, оны жеке басты болды. Ата-ананың екеуінің арасындағы ол ұрысу не емес, оны басқаша түсініп қалмасын жеке деген. Тұрмыстық жағдай. Иә, тұрмыстық жағдайлар кішкене қиын болып келді. Кейін Алматы қаласына көшіп келіп, бәрі Аллаға шүкір қазір өзіміздің ата-анамыздың үйіміз, өзіміздің үйіміз. Сәтсіз қадам ондай жасап көрмеппін, білмеймін. Есімде жоқ шығар, кішкентай кезімде болған шығар, бірақ кішкентай кезімде не болуы мүмкін? Енді үлкен де бол кезде болады ғой. Бірақ енді Құдай сақтасын, бірақ оны көрмей-ақ та біз ненің керек екенін, ненің керек емес екенін біліп, қадірін түсініп жүреміз. Өнерлі жандар бар ма жалпы үйде? Жоқ. Бір емес екі актер шықса енді. Иә, сол енді мен ағам артының жолын қуалаған болып тұрмын ғой. Енді әке жақтан кішкене туған ағасы бар, Нұрболат папа деймін, Нұрболат әкем, сол кісі домбырада ойнайтыны бар. Әкемде кейде ойнап қояды, бірақ енді бұлай кезінде өнер жолын қуаламаған. Ал суреттерді қараймын, ескі суреттерді, анамның суреттерін қарасам, кезінде ансамбльде домбыра ұстап тұр, барлығы тұр. Ал ойнап беріңізші десем, айтатын 40 жасқа келгенде ойнап берем деп. Ал 40 жасқа келіп қойды, мама ойнап беріңізші десем, кейін дейді. Әлі ойнаған жоқ. Бірақ енді өнер жолын ешкім жалғастырмаған, сол ағам бастап, бісміллә қадам бастады. Сен қостадың. Мен қостадым. Енді қарындастарым бар. Ол киноға келем десе қарсы болмайсыңдар? Енді біз енді қазір оқуды бітірейін деп жатсыз, шеше алмайды 9-шы сыныпта, қайда түсем, колледжге барам ба, 11-де қалам ба деп, бір енді кішкене қалғанын қарап отырмыз. Ата-анам өзің біл деп енді шешкізіп отыр, енді өзің біл дегенмен қалғанын қалайды ғой ол кісілерді. Бірақ қарындасым енді кішкентай ғой әлі, телевизор қарап отырса, бір актриса болғысы келеді. Немесе бір дизайнерлердің көрмесі болып жатса, дизайнер болғысы келеді, әлі бір шешімге келе алмай жүр. Бірақ сол жаңағы сурет салғанда өте керемет салады, сол дизайнерға жақын. Бірақ актерлық шеберлікте енді жоқ емес, бар. Кейін бәлкім тәжірибе жинап түсер. Сен қарсы болмайсың? Қарсы болмаймын, егер қасында өзім жүретін болам. Әлеуметтік желіден оқыдым, айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева бізде атақ алу мен атақ беруді дарындар емес, қарындар шешеді деді. Оқыдың ба? Онысын оқымадым. Сен қалай ойлайсың? Енді мен араласа алмаймын ондай жұмыстарға. Кім шешетін, оны шешетін адам өзінің бір маманы болады. Әр маманның. Шынымен дарындылар атақты алады ма? Дарындылар бізде алады. Енді сен Бауыржан Момышұлы атындағы қаһарманның төсбелгісін алдың, иә? Соны лайықсыз ба деп сұрақ қойғыңыз келіп тұр ғой. Мен сол сұрақты сезгем қоятынсызды, бірақ ол сұрақ мені де мазалаған болатын. Бақытбек ағаға мен айттым, Бақытбек аға, мен бір-ақ фильм ғой осы. Мен лайық емес шығармын, әлі жаспын. Кейін бір 3-4 фильмге түсейін, тағы да бір тарихи фильмдерге түссе, бір қазақтың рухын көтеретін фильмдерге түссем, сол кезде мен қарсы болмаймын, өзім айтатын боламын дедім сізге. Десе, жоқ балам, жоқ деді. Ол кісі өзі керемет ақын ғой, мен ол кісінің өлеңдерін қатты жақсы көрем. Кітабын берген маған, сол кісіні оқып отырам. Сол кісі мен айтты маған, сен үндеме балам деді.
мен бергім келеді, мен берем. Біз ақылдастық, үлкен кісілермен ақылдасып отырды. Асыл Османмен ақылдасып отырып шешімге келген екен. Барлығы айтты, сол Асылханға берейік. Неше дегенмен, ол кісілердің берген мақсаты жастарды қолдау. Маған берді, мысалы мен сол кезде қатты қуандым. Кез келген адамға берілмейді ол төсбелгі. Иә, кез келген адамға берілмейтінін айтты. Мен оны көріп таң қалдым деді. Бірақ ол адамға шабыт болады екен. Мен одан кейін бір көп еңбектен тағы да бір қуантқым келді. Тағы да берсін деген үміттемін емес, бірақ тағы да еңбектене алатын, қолымнан келе алатынымды бір жеткізгім келіп, ол жастарға шабыт болады екен. Барлық фильм сәтті аяқталмайды, мүгедек болып қалып жатады, я болмаса қайтыс болып жатады. Сол сұрақ кейде мені мазалайды. Осындай рөлдерді ойнай аласың ба сен? Жүрексінбейсің бе? Енді былай фильмдерде соңында мерт болып болса, мен жүрегіме жақпай қалады. Сен өйткені өзің айтып отырсың, жүрекке барлығын жақын қабылдаймын деп. Неше дегенмен ол актер болғасын бәрін ойнау керек қой. Барлығын неше дегенмен мен қараймын. Оған көңіл бөлемін мен. Тағдырға сенесің бе? Тағдырға сенем, бірақ неше дегенмен бәрі айтып отырмын, Алланың қолында. Енді ол актер болғасын барлығы жан-жақ қырынан өзін көрсеткен дұрыс. Ал бірақ мен фильмдерде өзім қаламаймын, соңында мен мерт қылған, жаңағы атып тастап өлтірген ондай қаламаймын. Неше мен жағымды рөлдерді ойнауға тырысам. Сенен жағымсыз кейіпкердің рөлі шықпайтын сияқты меніңше. Жағымсыз кейіпкерді енді спектакльдерде ойнағанда енді сыншылардың көзінше жаман болған жоқ. Иә, ойнадым. Ал бірақ мен жағымсыз кейіпкерді ойнап, мен өзімнің актер шеберлігімді көрсеткім келеді. Астана қаласында осы мектепте кездескенде бір бала сұрақ қойды. Асылхан аға деді, біз сізді қатты жақсы көріп қалдық дейді. Сізді фильміңіз көргенде біз Сартайға ұқсағымыз келіп, сізге ұқсағымыз келді. Біз сіз сияқты шашымызды артқа қайырдық деді бір бала. Қайырып қойды мен кездескенде. Бірақ айтады, сіз дейді, біз балаларға сіздің фильмде жаңа қайтыс болғаныңыз ұнаған жоқ, келесі фильмде қайтыс болмай қойыңызшы деп маған жаңа кішкентай бала айтып отыр. Мен жарайды, рахмет дедім. Сосын жаман рөлдерді ойнамай қойыңызшы дейді. Мен ойлаймын, егер сол балалар жаңағы сөйтіп жақсы көріп маған қарап тұр ғой жақсы көздермен, егер бір жағымсыз рөлде ойнайтын болсам, ол балалардың көзқарасы өзгеруі мүмкін. Олар кейін есейгенде бір түсінетін уақытқа келгенде бір ойнап шығармын. Ал қазір ол кішкентай балаларды көрермендерді ренжіткім келмейді. Өзінің кішкентай көрермендердің жүрегіне. Кішкентай көрермендерім, иә, мен өзімнің 5-6 класс балаларым бар. Осы Сартайдан кейін ел ішінде Сартайлар көбейіпті дейді. Иә, ол Сартай деп ат қойғандар да бар, Асылхан деп бірнеше ат қойғандар бар. Жар таңдаған кезде сені сүйетін қызға үйленесің бе, әлде өзін сүйетін аруды таңдайсың? Өзін сүйгенше өзіңді сүйгенді алған дұрыс дейді ғой. Өзің сүйгенше өзге адам сені сүйгенді алған дұрыс дейді. Сол себептен мен, бірақ неше дегенмен бір-бірімізде махаббатымыз берік болса, соған қараймын. Асылханның жүрегінен ойып тұрып орын алу үшін қыздар қандай талаптарға сай болу керек? Қарапайым, тәрбиелі, иманды. Сенің басты кемшілігің қайсысы? Тез шешім қабылдау. Қызуғандылық, асығыстық. Сені анаң қалай еркелетеді? Бір аты бар шығар, айтады. Асикөш. Қалтаңда $1 миллион болса, ең алғаш алатын затың, ең бірінші. Үй. Кітаптарды көп оқиды екенсің. Қазір оқып жатқан кітабың қайсысы? Қазір оқып жатқан кітап мен көбінесе поэзиялар оқып жатырмын. Сол соңғы тоқталғаным болса Бақытбек ағаның өлеңі болатын, Азат елдің қазақ деген ұлымын. Сол ағамыздың өлеңі. Есіңде бар ма? Есімде бар. Бұл даланы жұмыр жердің бетінде Алла берген қазағымның ниетіне. Ата жауым кеткен талай тентіреп, жете алмастан шегіменен шетіне. Сол даланы ардақ тұту арманым, арманыма өмірімді арнадым, бабаларым ұрпағының бағышын қанын төгіп, сүтпен сызған аумағын. Соны ойласам, жүрегімді өрт алар, бұл далаға қай құдірет жет алар. Отаныма көзі түскен жау болса, сүйегімді аттап қана өт алар. Туғып өткен намыс атын, ар атын, ар мен намыс менің екі қанатым, мені саған жүрексізді кім айтты, сүйегінен аттаттыра салатын. Аттатпаған ақ білектің күшімен, тот баспаған ақ найзаның ұшымен, сақтап қалған өр рухтымысымен, сақтап қалған қыран қабақ сұсымен. Ұлы далам, ұлы бабам, ұлығым, ұрпағына дән ғып сепкен ұрығын, туғып ұстар тәуелсіздік тұғырын, азат елдің қазақ деген ұлымын. Бізге уақыт бөліп келгеніне үлкен алғысымды білдіремін. Сіздерге рахмет көп-көп. Айтар әңгімең таусылмасын. Амин. Қадірменді көрермен, бізде қонақта болған жас актер Асылхан Төлепов. Сырласуымыз осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше.